Талдықорғанда аулалық командалар арасында былғары топ бәсекесі басталды. Оған 120 футбол ұжымы 2000-ға жуық бала қатысып жатыр. Олар жас ерекшелігі бойынша 4 топқа бөлінген. Спортшылар жоба аясында ала жаздай футбол ойнап, шеберлігін шыңдап, үздіктерін анықтайды. Футболдан жасөспірімдер арасында басталған былғары доп бәсекесі 15 жылдан кейін қайта жанданып отыр. Қала әкімдігінің бастамасымен қолға алынған жобаға тек аулалық командалар қамтылған. Жарыстың ашылу салтанатында жас футболшыларға 1800 доп тегін таратылған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, турнирдің басты мақсаты бұқаралық спортты дамытып, балалардың жазғы демалысын тиімді өткізу. Двор болып өздерінің жаңағы Кивилева деп, мысалы өздерінің дворының, көшесінің атауын, аулаларының атауларына атап қатысып жатыр. Және мектептер класстастары бар, жаңағы бір жас жиналып келіп қатысуда. Бірақ та айтып өтетін жай, жаңағы Жетісу футбол клубында ойнайтын бала, енді жас балалар ғой, бұларды біз шеттете алмаймыз. Бұл Жетісу болып қатыса алмайды, бірақ та өзінің дворына, өзінің классына өнер көрсетіп қатысып жатыр. Бұл жобаның тағы бір тиімділігі футболға икемді жас таланттарды анықтап, іріктеп алу, артынша оларды кәсіби спортқа бағыттау. Осыдан да болар, ойын барысында әр команда алаңға жоғары дайындықпен шығып барын салуда. Мамандардың айтуынша, бұл турнир көптеген салмақтардың жолын ашқан. Жас атлеттер арасында да болашағынан зор үміт күттіретін аяқ допшылар бар. Оларға да жақсы мүмкіндік туып отыр. Біз ойнаған кезде 2005-2008 жылдары мынандай жасыл алаң, мынандай судья, мынандай доп деген біздің кезде болған жоқ енді. Шын айтсам, мынандай топырақта шаңда ойнайтынбыз. Қазіргі балаларға керемет. Алексей Щеткин бар, Серікжан Мужиков та ойнаған кезінде осы былғары допты. Айдар Күмісбеков те ойнаған. Көп Талдықорғаннан шыққан футболистер көп. Қазіргі кезде Жетісуымыздың екінші капитаны Асхат Балтабеков те осы былғары доптан шыққан, ойнаған кезінде судит еткен даже былғары допты. Енді сол сияқты балалар, сол сияқты болашағымыздың, Жетісуымыздың капитандары, Жетісуымыздың ойыншылары осы балалардың арасында бар деп ойлаймын. Аулалық командалар арасындағы жарыс 15 тамызға дейін жалғасады. Турнир жүлдегерлері ақшалай сыйлықтармен марапатталмақ. Сонымен қатар команда жаттықтырушыларына да арнайы сый-сияпаттар қарастырылған. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.